أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala'nın қалауымен нәпсіні тазалау дәрісінің 3-ші сабағын иншаллах бастаймыз. Біз өткен дәрістерде Allah subhanahu wa ta'ala қабыл ететін намаздың ішкі шарты хушуъ екенін жайында айтқан едік. Яғни намазды хушуъпен оқу Allah subhanahu wa ta'ala'ның бұйрығы. Иннал абда ла юсалли ссалах ла юктабу лаху судусуха ва ла ушруха. Бір пенде намаз оқиды, бірақ намазының 6-дан 1-і де 10-нан 1-і де оған жазылмайды. Яғни 10-нан 1-нің де 6-дан 1-нің де сауабы жазылмайды деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін айтқан едік. Бұл да болса әлгіндей ойы басқа жақта, көңілі басқа жақта, басқа нәрсені ойлап тұрып, тек қана тәнімен михрабта тұрып, тәнімен мешітте тұрып, бірақ жанымен басқа жақта болған адам жайында, сол адамның намаз жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисінде айтып жатыр. Және біз соны айтып кеткенбіз. Сабағымыздың соңында намазға рух кіргізетін, намазды жандандыратын, намазды хушуъпен оқуға себеп болатын сезімдер жайында айттық. Ол сезімдер 6 сезім. Біріншісі худурул қалб, яғни жүрегіміздің бізбен бірге болуы. Екіншісі ат-тафахум, түсіну. Үшіншісі ат-таъзим, ұлықтау. Төртіншісі әл-хайба, қорқу. Бесіншісі ар-ража, үміт ету. Және соңғысы әл-хая, Алла субхана ва тағаладан ұялу дегенбіз. Енді бұл сезімдер қайдан пайда болады? Қайдан келеді? Бірінші худурул қалб, біздің жүрегіміздің, ойымыздың, пікіріміздің бізбен бірге болу жайына келетін болсақ, адамның табиғаты оны не нәрсе қызықтырады, не нәрсеге махаббат қойған, не нәрсені жақсы көреді, пікірі әрдайым сол жайында болады. Сіз намазда тұрған кезде ойыңыз, пікіріңіз намазда болмаса, онда басқа жақта жүр. Қай жақта жүр? Сіз маңызды деп есептеген жақта жүр. Адам не нәрсеге махаббат қойса, не нәрсе жайлы көп ойлайтын болса, пікір әрдайым соның артынан еріп жүреді. Енді пікіріміз, ойымыз намазда бізбен бірге болу үшін, басқа жақта жүрмеу үшін, шын жүрегімізбен біздің пайдамыз, бізге керекті нәрсе намазда екенін түсінуіміз керек. Намаз жаннаттың кілті екенін, ертең қияметте адам намаздан сұрақ жеңіл болса, одан кейін басқасынан жеңіл болатын, мұсылман мен мұсылман емес адамды айырып тұратын да негізгі белгі ол намаз екенін түсінген кезімізде біздің ойымыз намазға қайтады. Және осы оймен бірге бұл дүниенің болмашы екенін түсінуіміз керек. Соған көз жеткізуіміз керек. Неге? Себебі адамның ойы намазда өзімен бірге болмаса, онда ол дүниені ойлап жатыр. Не үшін? Алланың алдында тұрып, Алланы мінәжат етіп тұрып, Алла субхана ва тағаланың ең ұлық еткен ибадатын орындап тұрып, ойы дүниеде жүреді. Себебі жүректе дүниеге деген махаббат басымырақ. Ол үшін дүниенің болмашы нәрсе екенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтқандай: "Лау канат ад-дуnya ta'dilu 'inda Аллахи джанаха ба'уда". Егер Алла субхана ва тағаланың алдында дүниенің масаның қанатындай бір салмағы болғанда, ма сақа минхал кафир шурбатама, кафир адамға, Аллаға иман келтірмеген, Алланың жаратушы екенін мойындамаған, Аллаға құлшылық етпеген адамға бір татым суды да насип етпес еді. Бірақ қарап отырсаңыз, Алла субхана ва тағала кафирге де, фасыққа да, мұнафиққа да, басқасына да дүниені есепсіз беріп жатыр. Бұл да болса дүниенің Алла субхана ва тағаланың алдында ешқандай салмағы жоқ екенін білдіреді. Ал енді біз намазда тұрып, ойымыз басқа жақта тұрса, бұл әлбетте біздің иманымыздың әлсіздігі. Біз Алла субхана ва тағаланың ибадаты ахиреттің артық екенін түсінуіміз керек. Қашан біз дүниеден гөрі ахиреттің артық екенін, соның маңыздырақ екеніне иман келтірсек, басқа нәрсені тастап қояр едік Алла субхана ва тағаланың құлшылығында, намазда тұрған кезімізде. Екінші сезім ол тафахум, яғни түсіну. Түсіну деген әрбір оқылып жатқан аят, әрбір айтылып жатқан сөзді түсініп, пікір сонымен бірге болуы, басқа ойлардан арылу, жан-жақтан келетін ойлардан арылу. Біз ол ойлардан қалай арыламыз? Енді намазда тұрған кезімізде
әртүрлі ойлар келеді. Кейде есіңізден шығып қалған нәрсені де шайтан келіп есіңізге түсіріп жатады. Көбінше намазда тұрған кезде намаздан басқа ойлардан, пікірлерден арылуға әрекет жасаймыз, бірақ ол нәрседен арыла алмай жатамыз. Ол пікірлерден арылу үшін себебін білу керек және себебінен арылу керек. Егер бір адам бір ауруға ұшырайтын болса, ол ауруды емдеу үшін себебін білу керек. Себебін білмей еш нәрсені емдеу мүмкін емес. Бізге пікір келіп жатыр әртүрлі. Намазда тұрған кезімізде ойымыз шашырап кетеді. Басқа нәрсені ойлап кетеміз. Неге? Біз Аллаға мінәжат етіп тұрған жоқпыз ба? Алланың алдында тұрған жоқпыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланы көріп тұрғандай құлшылық жасау деді. Бұл намаз рухани ми'раж емес пе? Неге сол нәрсенің бәрін біле тұра, әртүрлі пікірлермен әуре болып қаламыз? Оның себебі неде? Біз ол пікірлерден арылу үшін себебінен арылуымыз керек. Біз не нәрсе жайлы көп ойлаймыз? Жүрегіміз қалайтын нәрсе жайлы көп ойлаймыз. Егер жүрегімізде ақиретке деген иман күшті болса, онда біз әлбетте ақирет жайында ойлайтын едік. Одан кейінгі сезім Алланы ұлықтау. Алланы ұлықтау сезімі бізде болу керек намазда тұрған кезде. Ұлықтау сезімі қалай пайда болады? Біріншіден Алла субхана ва тағаланың Раббул аламин, әлемдердің Раббысы екені, Малик яумиддин, қиямет күнінің патшасы екенін, жаратушы да, рызық беруші де, пайда зиян келтіруші де барлығы бір Алланың қолында екенін, бір Алла ғана пайда зиян келтіреді, бір Алла ғана жаратушы, бір Алла ғана ризық беруші екенін, біздің құтылуымызда, біздің қор болуымызда, жәннаты болуымызда, тозақ болуымызда барлығы бір Алланың қолында екенін сезінген кезде, және сонымен бірге өзіміздің әлсіз, әлжуаз пенде екеніміз сезінген кезде адамда Аллаға деген ұлықтау пайда болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббас радиаллаху анхумаға үйреткендей, егер бүкіл адамзат, бүкіл жын барлығы қосылып саған бір пайда жеткізбекші болса, Алла жазған пайдадан басқа саған ешқандай пайда келтіре алмайды. Және барлығы жиналып саған бір зиян жеткізбекші болса, Алла субханаху ва тағала жазған зияннан басқа ешқандай зиян келтіре алмайды. Бүкіл пайда зиян Алла субханаху ва тағаланың қолында тұр. Муса алейхиссалам, Фир'аун сануқаттилу абнаахум, барлық Исраил қауымының ұл балаларын өлтіреміз деді. Бүкіл әскерін, құлақтарын, көздерін, яғни агенттерін жан-жаққа таратты. Қайсы үйде бала туылып жатыр, қайсы үйде ұл бала дүниеге келіп жатыр, барлығын алып келіңдер, барлығын өлтіреміз деп шешім қабылдады. Бірақ Алла субхана ва тағаланың құдіреті сол ертең өзінің құруына себепші болатын баланы өзіне тәрбиелетіп қойды. Ибрахим алейхиссалам отқа қауымын тастамақшы болды. Жибрил алейхиссалам келіп, ей Ибрахим, бір қажеттілігің бар ма деді. Сенде ешқандай қажеттілігім жоқ деді. Қажеттілігім, мұқтаждығым Аллада, Алла субхана ва тағала біледі мен халімді деді. Алла субхана ва тағала Құран кәрімде не деді? Құлна я нару куни барда ва саламун аля Ибрахим. Отқа, ей от, Ибрахим үшін салқындық бол және амандық бол деді. Оттың күйдіруі де, басқа нәрсенің зияндығы барлығы Алла субхана ва тағаланың қолында. Ибрахим алейхиссаламға отты амандық бол және салқындық бол деді. Ғұламаларымыз айтады, егер тек қана салқындық бол дегенде, онда Ибрахим алейхиссалам қатып қалар еді деді. Сонымен бірге амандық бол деді. Және бұл жерде Ибрахимге деді. Егер Ибрахимге демегенде, онда бүкіл адамзатқа ол салқындық және амандық болып қалар еді. Біз пенделер әлсіз жаратылыспыз. Егер бір тамырымыз істен шығатын болса, адам болудан қаламыз. Солай бола тұра адамдар тәкаппарланады, өздерін жоғары тұтады. Алла субхана ва тағалаға деген мұқтаждығын сезінбейді. Бірде бір әскер басшы тәкаппарланып, маңғазданып, көкірегін көтеріп кетіп бара жатады. Бір ғұлама, ей пәленші, Алла субхана ва тағала бұндай жүрісті жақсы көрмейді, бұндай тәкаппарлықты жақсы көрмейді, Алла субхана ва тағала кішіпейіл болғанды жақсы көреді деп әлгі кісіге айтады. Сонда әлгі кісі айтады, сен менің кім екенін білесің бе деді. Сен менің кім екенін білесің бе? Ғұлама жауап береді, мен білем сенің кім екеніңді. Сен әкеңді де білем кім екенін. Арғы атаңды да танимын, бергі атаңды да танимын деді. Арғы атаң топырақ, бергі атаң сасық су деді. Сен осысың, сен бұдан басқа ешкім емессің деді. Адамның ақиқаты сол. Адам Алла субхана ва тағаланың ұлықтығын сезіну керек. Өзінің әлсіз пенде екенін сезіну керек. Қашан бізде осы екі сезім пайда болса, біз Алланы ұлықтаймыз. Бізде ол кезде тәкаппарлық деген болмайды. Керісінше басымыз төмен түседі. Одан кейінгі сезім қорқу. Біз Алла субхана ва тағаланы ұлықтап қорқамыз. Өткен дәрістерде айтқандай. Қалай Алла субхана ва тағаладан қорқамыз? Барлық нәрсе Алла субхана ва тағаланың қолында екенін білу арқылы. Және Алланың азабының ауыр екенін. Егер Алла субхана ва тағала бүкіл адамзатты жоқ қылып жіберсе де, оның мүлкіне ешқандай зиян келмейтіндігін білу арқылы біз Алла субхана ва тағаладан қорқамыз. Және қорқумен бірге бізде үміт болу керек. Міне Алла субхана ва тағала
өзіне құлшылық жасаған пенделеріне жәннатты уәде етті, оларға жақсылықтар уәде етті. Алла субханала тағаланың мейірімділігін, рахымдылығын еске ала отыра бізде үміт пайда болады. Алла субханала тағаланың рахман, рахим сипаттары бізде үміт пайда етеді, үміт тудырады. Егер үміт болмаса, адамда дінде тура жолда жүре алмайды. Адам әрдайым үміт пен үрейдің арасында жүру керек. Тек қана үміт басып кетсе, құлшылық тастап қояды. Егер тек қана қорқыныш басып кетсе, күдер үзіп қояды. Алла субханала тағала менің рахметімнен күдер үзбеңдер деп жатыр. Және соңғы сезім ол ұялу. Біз Алла субханала тағалаға қанша құлшылық жасағанмен Алланың ұлықтығына лайық құлшылық жасай алмаймыз. Намазда тұрған кезімізде қандай халде тұрғанымыз өзімізге белгілі. Нені ойлап тұрғанымыз өзімізге белгілі. Қаншалықты ықыласпен оқып жатқанымыз өзімізге белгілі. Қаншалықты Алла субханала тағаладан қорқып тұрғанымыз өзімізге белгілі. Қаншалықты Алла субханала тағала мені көріп тұр деген сезімде тұрғанымыз, тұрмағанымыз өзімізге белгілі. Алла субханала тағала біздің сол жүрегіміздегі нәрсені біледі. Я'ламу хаинатал a'yuni ма тухфи суdur. Жүректерде жасырынған нәрселерді, көздердің қиянатын Алла субханала тағала барлық нәрсені біледі. Яғни біз құлшылығымыз Алла бұйырған деңгейде болмаған үшін бізде ұялу пайда болу керек. Осы сезімдерді сезінуде адамдар түрлі дәрежелерге бөлінді. Кейбіреулер намаз оқиды, бірақ тәні намаз оқығанмен жаны намаз оқыған жоқ. Рухы басқа жақта, ойы басқа жақта. Ал енді екінші бір адамдар бүкіл дүниені ұмытып қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары намазға кірген кезде бүкіл дүниені ұмытып қояр еді. Қанша сахабалар қанша уақыт намаз оқып тұрып, оң жағында кім тұрған, сол жағында кім тұрғанын білмеген. Намазға кірген кезде олар барлық нәрсені ұмытып қоятын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде «Жуайлат қуррату айни фи ссала». Намаз менің көзімнің қуанышы етілді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқумен қуанатын еді. Енді бізде де тура сондай намазға деген құрмет, Алла субханала тағаланың құлшылығының керекті деңгейінде атқару сезімі, жауапкершілігі болу керек. Алла субханала тағала Құран кәрімде «Валикуллин даражату мимма амилу». Әрбір адамға өзінің амалына жараса дәреже беріледі деді. Кейбір сахабалардан келетін сөз бар. Адам қиямет күні намаздағы халіне қарай тіріледі деді. Намазды қандай халде оқыды, қандай күйде оқыды, қандай дәрежеде оқыды, қаншалықты беріліп оқыды, ертең қиямет күні сол дәрежеде, сол халде тіріледі деді. Әрбір Аллаға иман келтірген адам Алла субханала тағаланы ұлықтау керек, Алладан қорқу керек, үміт ету керек, Алладан ұялу керек. Және бұл нәрсе намазда тұрған кезде әсіресе қатты күшею керек. Ал егер намазда бұл нәрседен біз айырылып жатсақ, бұл сезімдерден айырылып жатсақ, онда бұл иманымыздың әлсіздігінің белгісі. Әртүрлі пікірлер, ойлар келіп жатса, онда оның себебі бар. Себебінен айырылу керек. Бірінші себебін білу керек. Себеп мәселесіне келетін болсақ, адамның ойын бөлетін ғұламаларымыз себепті екіге бөледі. Біріншісі сыртқы себептер. Сіз намазда тұрсыз, дауыс естіліп жатыр, көзіңізге бір нәрсе көрініп жатыр. Адамның көзіне түскен нәрсе ойлауға себеп болады. Кейін ой артынан тағы да ойды ертеді. Сөйтіп адам ой қуалап кете береді. Яғни мысалы намазда тұрдыңыз, құлағыңызға бір нәрсе естілді. Сіз сол жайында ойлап кетесіз. Ол ойдан тағы да ой туындайды. Сөйтіп адам ойдың артынан кете береді. Немесе жай намазда тұрған еді, жай намаздағы оюлар көзіне түсіп кетті. Сонымен ол оюлар жайында ойлана бастады. Бұны ғұламаларымыз сыртқы себептер деді. Адам егер сыртқы себептер оның көңілін бөліп жатса, намаз оқуына кедергі жасап жатса, мейлінше қолынан келгенше осы сыртқы себептерден арылуға әрекет жасау керек. Еш нәрсе естілмейтін жерге келіп намаз оқу, әлгіндей алдында тұрған нәрселер, жай намаздың оюлары, тағы да басқа нәрселер көңілін бөліп жіберетін болса, ол нәрселерді жасырып қою, бөлмеде тұрған нәрселер, міне бұл сыртқы себептер көз көретін, құлақ еститін нәрселер арқылы келетін және ойға себеп болады. Бұл нәрселерден арылу керек. Ал енді екіншісі ішкі себептер. Ішкі себептер сыртқы себептен ауыр. Бұл жерде көздің жан-жаққа түспеуі, еш нәрсені естімеу пайда бермейді. Себебі бұл іштен шығып жатқан нәрсе. Бұл жерде оның себебін қарау керек. Егер себебі дүниеге деген махаббат болса, жүректен дүниеге деген махаббатты шығаруға әрекет жасау керек. Оны емдемей мүмкін емес. Ол ойлардан айырылу. Неге? Себебі ойларға себеп болып жатқан нәрсе сол. Ал біз егер себебін емдей алмасақ, онда оның нәтижесінде емдей алмаймыз. Намазда тұрған кезде ойымыздың шашырауы, пікіріміздің бір жерде болмауы, ол нәтиже. Оған себеп дүниеге деген махаббат, карьераға деген махаббат, шахуатқа еру, тағы да сол сияқты нәрселер. Себебін біліп, сол себебін емдеуге әрекет жасау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы Абу Талха радиаллаху анху бірде өзінің бақшасында намаз оқып тұрады. Сонда бір талға құс келіп қонады. Қарайды, құсқа көңіл бөлініп кетеді. Екінші талға барып қонады.
көзімен соны шығарып салып жатады. Сөйтіп қанша ракат оқып тұрғаны есінен шығып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, я Расулаллах, осы бақшам намазды ұмытуыма, намазда қателесуіме себеп болды. Алла жолында осыны садақа етіп бердім деп, сол бақшаны беріп кетеді. Міне ол кісілер соншалықты намаздың маңыздылығын сезінгені, кедергі болған дүниеден арылған. Әлбетте бұл жерде барлығымыз шығып, егер намазда тұрып, машинамды жөндеуім керек еді, ана жері бұзылып тұр деп, ойымызға машинамыз түсіп тұрса, шығып алып машинаңды садақа етіп беріп жібер, немесе үйіңнің ремонт есіңе түсіп тұрса, үйіңді садақа етіп беріп жібер деген сөз емес. Ол адамның иманының дәрежесіне байланысты болатын нәрсе. Мұсылмандарға көмек ретінде Абу Бәкір радиаллаху анху бүкіл дүниесін алып келген еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл дүниесін қабылдады. Үйіңе бала шағаны не қалдырдың деген кезде, мен Алланы және оның пайғамбарын қалдырдым деді. Тағы бір сол сияқты сахабалар болған. Пайғамбарымыздың уағызынан кейін сол уағыздың энергиясымен барып бүкіл дүниесін алып келген. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олардан қабылдаған жоқ еді. Неге? Себебі олардың иманының дәрежесін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біледі. Адам кейде уағыз естіп алады, уағыз әсер етеді, адамға энергия береді, күш қуат береді, соның әсерімен жүреді. Бірақ біраз күннен кейін оның әсері бітеді, қайтадан бір уағыз естуге мұқтаж болады. Әлі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла жолында инфақ жасаудың, Алла жолында мал сарып қылудың абзалдығы жайында айтқанда, сонымен барып қызбаланып берген сахабалар да болды. Бірақ олар ертең сол уағыздың әсері кеткен кезде қап жартысын бергенде де болар ма еді, 1/3 бергенде де болар ма еді деген оларда ой пайда болады. Себебі олардың иманы әлгі Абу Бәкір радиаллаху анхудың иманында емес еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бәкір радиаллаху анхудың иманы жайында, егер бүкіл үмметтің иманы бір таразға қойылып, Абу Бәкір радиаллаху анхудың иманы екінші бір таразға қойылса, Абу Бәкір радиаллаху анхудың иманы басым келер еді деген. Шыққан дүниеге ол кісілерде қиналу деген болмаған да. Яғни дүние кіріп жатыр не, шығып жатыр, бірдей болған ол кісілер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін ол кісіден қабыл еткен еді. Ал бізде ондай емес. Яғни қазір уағыз естіп алып, Алла жолында мал сарып қылудың абзалдығы жайында, оның пайдасы, оның сауабының көптігі жайында біреу естіп алып, 100 000 теңге қалтасына шығарып, $1000 беріп жіберіп, 1-2 күннен кейін әлгі уағыздың әсер кеткен кезде қап көп беріп қойдым, сол кезде сәл қызбаланып қойыппын, сәл азырақ бір 50 000 теңге бергенде де болар ма еді деген сияқты адамда ой пайда болады. Яғни ол біздің иманымыздың әлсіздігі. Тек қана сол кейде уағыздың күшімен адамдар қызбаланып сол нәрселерді істеп жатады. Ал бұл кісілердің иманы басқаша болған. Сол үшін де себеп болды ма намазды бөлуіне, сол себептен осындай жолмен олар арылған. Біз иншалла басқаша жолмен арылуға да иншалла әрекет жасасақ, соның өзі үлкен іс. Яғни, егер адамның дүниеге деген махаббаты әлсіз болатын болса, жүректің төңірегінде жүрген болса, ойын намазға бөлумен, ахиретті ойлаумен ол ойды тоқтатуы мүмкін. Ал бірақ жүрек толығымен дүниеге берілген болса, бұндай жеңіл түрлері ойды кетірудің оған пайда бермейді. Себебі дүниеге деген махаббат тамырлап кеткен де оның жүрегінде. Тамыры тереңге кеткен. Оны түгелдей тамырымен алып тастамай, ойды шашырататын әртүрлі пікірлерден адам арыла алмайды. Енді бұл адамның мысалы талдың астында жатып, бір пікір жүргізбекші болған адам сияқты. Талдың астында жатып, осы ахирет жайында бір пікір жүргізейінші деп жатады. Талға келіп, құстар қонады. Талда жемістер бар, құстардың дауыстары пікір жүргізуге кедергі жасайды. Сөйтіп қолына таяқ алып, талдағы құстарды қуа бастайды. Ұшып кетеді, қайттан жатып, қайттан ойлайын десе, әлгі құстар қайттан келеді. Қайттан тағы да сол нәрсені істейді. Қайттан ұшып кетеді, қайттан жатса, қайттан келеді. Сонда ақылды кісі келіп айтады да, бұлардың қайта келуіне себеп мына тал, осы талдағы жеміс. Талды кесіп таста, құстар келмейді. Ал сен ағашпен қууың оған пайда бермейді дейді. Себебі ол негізгі себебінен арылу емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам азан айтылса, шайтан қашады дейді. Алланы зікір ету шайтанды қуат дейді. Егер шайтан келіп уәсуәсе салып жатса, Алладан пана сұра дейді. Ол сонымен кетеді дейді. Зікірдің үлкені намаз. Біз намазда тұрған кезде шайтаннан арыла алмасақ, онда бұл қалай болды? Зікір шайтанды қуат деген ол жүрегінде дүниеге деген, мал-мүлікке деген махаббат толық орнықпаған адамдарға айтылған нәрсе. Ал егер жүрекке ол орнығып қойған болса, онда ол ойлардан арылу қиын болады. Мысал, сіз жолда кетіп бара жатсаңыз, бір ит шықса, келіп өріп сізге жақындап жатса, аш ит. Қолыңызда еш нәрсе жоқ. Тасты алып, таспен ұрсаңыз, ол қашатта кетеді сонымен. Бірақ сол аш ит алдыңыздан шықса, сіздің қолыңызда
10 кило етті көтеріп бара жатсыз. Әлгі ит аш. Соны таспен ұрасыз, бірақ ол қолыңыздағы етті көріп тұр. Қайттан сізге келеді. Қайттан ұрасыз, қайтадан келеді. Қайттан ұрасыз, қайтадан келеді. Неге? Себебі сіздің қолыңызда оған керекті нәрсе тұр. Міне адамның жүрегі де тура сол сияқты. Егер жүректе дүниеге деген махаббат болса, ол әлгіндей аяттарды ойлаумен, кейде бір ақиретті ойлайын деп әрекет жасағанымен, махаббат қойған нәрсесі қайта-қайта келе береді. Ол үшін дүниеге деген махаббаттан, шахваттан арылу керек. Әлбетте ол оңай нәрсе емес. Ол үшін қанша күрес керек, қанша әрекет керек. Алла субханала тағала бәріміз сол жолда да әрекет етушілерден болуды нәсіп етсін. Яғни қанша адамдар дүниеге деген махаббаттан арыламыз, 2 ракат Алладан басқа еш нәрсені ойламай намаз оқимыз деп қанша әрекет жасап, бірақ соған жете алмаған адамдар бар. Сол үшін де бірінші жүректі емдеу керек. Жүрек емделмесе болмайды. Біз дәрет аламыз, намаздың сыртқы шарттарын орындаймыз, және сонымен намазға келіп кіреміз. Намазға кірген кезде адам қандай пікірде болу керек, қандай сезімде болу керек, қандай ойда болу керек. Намаздың сыртындағы болсын, намаздың ішіндегі болсын, намазға қатысты істерде ақиретке ишарат бар. Ақиретке бір сілтеме бар. Біздің сыртқы іс-әрекеттеріміз әрдайым ішкі сезімдердің айнасы болу керек. Мысал, адам азанды естіген кезінде намаздың уақыты келгенін біледі, мешітке қарай жүреді. Біз сол азанды естіп жатқан кезде хайя аля салах, хайя аля фалах, намазға кел, құтылуға кел дегенді естіп жатқан кезде ертең қияметтегі шақыруды еске алу керек. Ертең қияметте де шақырыламыз. Құранда Алла субханала тағала яума юнадил мунади, шақырушы шақырады деді. Сүр үріледі, қияметке шақырылады. Соны бір сәт еске алып қою керек. Қазір азанды естіп жатырық, ертең ақирет болады. Ақиретте махшар майданына шақырыламыз. Сол кезде халіміз қалай болады? Егер бұл дүниеде намазға шақыру, яғни азан бізге жеңіл естілсе, қуаныш жүрегімізге кіргізетін болса, онда ертең иншаллах ақиреттегі шақыруымыз жеңіл болады. Ақиреттегі шақыруымыз жеңіл болады. Адам дәрет алып сыртқы денесін тазалайды. Бірақ біз сол сыртқы денені тазалап жатқан кезде ішкі жан дүниемізде бір еске алып қоюымыз керек. Мен сыртымды тазалап жатырмын, бірақ ішкі жан дүнием қалай болып жатыр? Алла субханала тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, янзуру иля кулубикум ва аъмаликум, сендердің қалыптарыңа қарайды, жүректеріңе қарайды. Алла субханала тағаланың бірінші назары түсетін жер адамның жүрегі. Біз сыртқы денеміз тазалап алып келіп намазға тұрсақ, бірақ ішкі жан дүниеміз лас болып тұрса, сыртымыз таза болғанмен ішіміз бықсып тұрса, бұл Алла субханала тағаланың алдында біз үшін үлкен айып емес пе деп, адам сол нәрсені де еске алып қою керек. Намаздың тағы бір шарты сатрул аура, әуретті жабу. Әуретті жабу, яғни бөтен адамдардың қарауы харам етілген денедегі жайларды жабу. Біздің сыртқы әуретіміз бар және ішкі әуретіміз бар. Сыртқы әурет шариғатта белгіленген. Ал ішкі әурет ол ішкі нәжастарымыз, ішкі жаман нәрселер. Біз сыртымызды адамдардан жасырамыз. Бірақ Алла субханала тағала ішкі әуреттерімізді көріп тұр. Біз әуреттерімізді Алла субханала тағаладан жасыра алмаймыз. Оны тек қана тәубе ету арқылы, истиғфар арқылы Алла субханала тағаланың кешіруін ғана сұрай аламыз. Қолымыздан келетін нәрсе сол. Намаздың сыртқы шарттарының бірі қыблаға қарау. Қыблаға қарау деген не? Жүзімізді жан-жаққа қарауды тастап, тек қана Кәба таманға қарай бұру. Қыблаға қарау дегеніміз сол. Біз жүзімізді бұрып тұрған кезде жүректің де жүзі бар. Соны естен шығармау керек. Мен қазір жүзімді бұрып тұрмын қыблаға, бірақ жүрегімнің жүзі қайда қарап тұр? Жүректе қыблаға қарау керек. Яғни мәселе тек қана сыртқы іс-әрекет емес. Сыртқы іс-әрекет іштің айнасы. Біздің бірінші жүрегіміз қыблаға бет бұру керек. Одан кейін намазға тұрамыз. Аллаху акбар деп намазға кіреміз. Аллаху акбар дегеніміз не? Аллаху акбар дегеніміз Алла барлық нәрседен ұлық. Біз осы сөзді айтып жатқан кезде жүрегіміз осыны шынымен растап тұр ма? Біз үшін Алла барлық нәрседен ұлық па? Соны бір еске түсіру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мұнафиқтар келді, екі жүзділер. Құранда Алла субханала тағала ол жайында айтады. Қалу, олар айтады, нашхаду иннака ла расулуллах. Пайғамбарымызға келіп, біз сенің Алланың елшісі екендігіңе куәлік етеміз деді. Куәлік береміз. Сен Алланың елшісің деді. Алла субханала тағала айтады, валлаху я'ламу иннака ла расулух. Алла субханала тағала сенің елші екендігіңді біледі. Валлаху яшхаду иннал мунафиқина лаказибун. Және Алла субханала тағала екі жүзділердің жалғаншы екендігіне куәлік етеді деді.
екі жүзділердің жалғаншы екендігіне куәлік етеді. Олар сен Алланың елшісің деген кезде жалған сөз айтты ма? Жалған сөз айтқан жоқ. Пайғамбарымыз шынында да Алланың елшісі. Бірақ Алла субхана ва тағала неге оларды жалғаншы деп тұр? Себебі олар тілімен айтқан нәрсені білімен, жүрегімен растамайтын еді. Сол үшін де Алла субхана ва тағала оларды лакаррибун, жалғаншылар, кәззаптар деді. Яғни біз Алла субхана ва тағаланы ұлықтап, Аллаху акбар, яғни Алла барлық нәрседен ұлық деп тұрсақ, бірақ жүрегімізде дүние Алладан ұлық болса, жүрегімізде карьерамыз Алладан ұлық болса, онда біздің тіліміз айтып жатқан нәрсені жүрегіміз растап жатқан жоқ. Біз де жалғаншы болып қалуымыз мүмкін. Яғни мұсылман адамның әрдайым тілі жүрегінің артында тұру керек. Бірінші жүректен шығады, одан кейін тілі оны растайды. Ал бізде өкінішке орай керісінше болып қалды. Тіл айта салады, жүрегі оны растамайды көбінше. Яғни біз Аллаху акбар деп, Алла барлық нәрседен ұлық деп намазға кіріп жатқан кезімізде бір сәт ойланып қою керек. Шынында да біз үшін ұлық па? Біз шынында да Алла субхана ва тағала дүниеден бүкіл нәрседен жоғары қойып тұрық па? Жоғары қойып тұрмаған болсақ, онда Алла субхана ва тағала екі жүзділерді жалғаншы деді. Себебі олардың тілі айтып тұрған нәрсені жүрегі растап тұрған жоқ еді. Біз Аллаху акбар деп намазға кірген кезде Алла субхана ва тағала жоқ, сен үшін мен ұлық емеспін, сен жалған айттың десе, халіміз қалай болады? Қиям, Алланың алдында тұру. Біз өзіміздің шынайы Алла субхана ва тағала алдында тұрғанымыз сезінуіміз керек. Біз бұл дүниеде басшылардың алдында тұрған кезде қалай тұрамыз? Дірілдеп, қорқып, жан-жаққа жалтақтамай, әрбір сөзін мұқият тыңдап, сондай бір ерекше сезімде тұрамыз. Неге? Яғни маған бір зиян тиіп қалар, немесе бір пайдадан махрұм болып қалармын. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, бүкіл адамзат, бүкіл жындар жиналса, Алла субхана ва тағала саған келеді деген пайдадан басқа ешқандай пайда келтіре алмайды деді. Ешкім пайда келтіре алмайды. Және сондағы ешкім зиян келтіре алмайды Алладан басқа. Яғни біз бұл дүниенің басшыларының алдында солай тұратын болсақ, Алла субхана ва тағала алдында тұрған кезде ол сезім бізді баурап алмаса, онда бұл біздің иманымыздың әлсіздігі. Біз басшының алдында тұрған кезде қалай тұрар едік? Соны еске алу керек та. Басшының алдында тұрғанда ұялып тұрар едім, қалтырап, қорқып, дірілдеп тұрар едім, қазір ұрысып береді ме, маған бір замечание айтады ма деп қорқып тұрар едім деп адам соны есіне алу керек. Ал енді оны есіне алғаннан кейін, енді мен Алланың алдында тұрмын. Алла субхана ва тағала Раббул аламин, әлемдердің Раббысы, патшалардың патшасы. Алланың алдында тұрған кезімде бұл сезімде тұра алмасам, неге бұл сезімде тұра алмай жатырмын? Неге иманым әлсіз деп адам сол үшін қиналу керек намазда тұрған кезде. Өкінішке орай ондай кезде біздің жүрегімізде Аллаға деген орын, әлгі бұл дүниедегі басшыларға берілген орыннан да төмен болып қалып жатады. Бұл да болса біздің иманымыздың әлсіздігі. Одан кейін сананы айтамыз, субханакаллахум бихамдик, Алланы мақтаймыз, және уәлә иләһә ғайрук, сенен басқа жалынуға, жалбарынуға лайық ешқандай құдай тәңір жоқ деп намазға кіреміз. Құранда Алла субхана ва тағала айтады: «Афарайта ман иттахаза иләһәһу хауа». Сен сондай адамдарды көрмейсің бе деді. Өздерінің көңіл қалауларын құдай етіп алған деді. Иләһ етіп алған деді. Ол көңіл қалауына табынады. Көңілінің қалағаны бойынша жүреді. Нәпсі нені қалайды, соның құлы, соның артынан еріп жүреді. Біз уәлә иләһә ғайрук деп жатқан кезде көңіл қалауымызды құдай етіп алған жоқпыз ба? Көңіл қалауымыздың артынан жүріп пе, немесе Алланың дінінің артынан жүріп пе, Алланың бұйрығының артынан жүріп пе? Адам дүниесінде көптеген жерде таңдау келеді. Алланың діні немесе дүниесі. Біз қайсысын жоғары қойып жатырық? Қайсысын таңдап жатырық? Егер біз дүниесін жоғары қойып жатқан болсақ, онда біз өзіміздің көңіл қалауымызды құдай етіп алған адамдармыз. Біздің уәлә иләһә ғайрук деген сөзіміз жалған болып қалады. Алла субхана ва тағала сол нәрседен сақтасын. Кейін аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп намазға кіреміз. Яғни қуылған шайтанның жамандығынан Аллаға сыйынамын. Сізге арыстан келсе, жаныңызда сондай бір қорған тұр, сіз кіріп кетсеңіз, арыстан сізге тиісе алмайды. Сіз арыстан келген кезде айттыңыз: арыстан, сенен мына қорғанмен сыйынамын дедіңіз. Сөйтіп айттыңыз да тұра бердіңіз. Ол сөзіңіздің пайдасы болады ма? Пайдасы болмайды. Ол сөзді айтқаннан кейін жүгіріп барып қорғанға кіріп кету керек. Болмасам тек қана сөздің пайдасы жоқ. Яғни біз аузу биллахи минаш шайтанир раджим деген кезімізде шынында да әрекет жасамасақ, шайтанның уасуасасынан, шайтанның жамандықтарынан шынымен Алланың қорғанына кірмесек, Алланың дініне кіріп, Алланың бұйырғандарын орындап, қайтарғандарынан қайтып, сол арқылы шайтаннан сақтанбасақ, аузу биллахи минаш шайтанир раджимнен пайда болмайды. Ол тек қана тіл болып қалады. Одан кейін бисмиллахир рахманир рахим деп намазды бастаймыз. Альхамдулиллахи раббил аламин, яғни әлемдердің Раббысы Аллаға мақтаулар болсын деп намазға кіреміз. Әлемдердің Раббысы, әлемдердің деген кезде барлық нәрсе, Алладан басқа барлық нәрсе әлемдердің ішіне кіреді. Алла барлық нәрсенің Раббысы. Барлық нәрсе Алла субхана ва тағаланың қолында. Біз осы аятты оқыған кезде
Аллаға деген ұлықтау сезім пайда болу керек. Алланың шынайы Раббы екенін сезінуіміз керек. Ар-Рахманир-Рахим деген аятты оқыған кезімізде Алланың мейірімділігі, рахымдылығы біздің есімізге түсу керек. Және сол арқылы бізде үміт ояну керек. Яғни Алланың мейірімділігі, оның көріністері дүниеде өте көп. Сол көріністерді еске түсіріп, Алла субханала тағаланың шынайы Рахман Рахим екенін жүрегімізде жаңалап, Аллаға деген үміт пайда болу керек. Малики яумиддин, және Алла субханала тағаланың жалғыз патша екені. Сол нәрсені еске алу арқылы Алла субханала тағаланы ұлықтау сезім пайда болу керек. Яумиддин, қиямет күнінің патшасы. Қиямет күнін еске түсіріп, ол күннің ауыр күн екенін еске түсіріп, бізде қорқу сезім пайда болу керек. Себебі қиямет күні оңай күн емес. Алла субханала тағала ол жайында яума яфиррул мар'у мин ахих, адам өзінің туысынан қашады дейді. Ва уммихи ва абих, анасынан қашады, әкесінен қашады. Ва сахибатихи ва баних, бала шағасынан қашады, әйелінен қашады. Тағы басқа бір аятта лау яфтади мин азаби яуми изин би баних, ол күнгі азаптан өзінің бала шағасын құрбан етіп болса да құтылғысы келеді деді. Бұл дүниеде негізі баланың анаға деген, әкеге деген махаббатынан әкенің балаға, ананың балаға деген махаббаты басым келеді. Өсіреді, бағат, қағат, астымызды жуып, түн ұйқысын 4 бөліп, қолымыз ауырса, жүрегі ауырып бізді өсіреді. Біз өскен кезде үйленіп аламыз да әйеліміздің артынан кетіп қаламыз. Негізінде ананың, әкенің балаға деген махаббаты басым болады. Ал қиямет күні әке, ана өзінің баласын құрбандыққа беріп болса да құтылғысы келеді. Яғни бұл дүниеде отқа түсуге дайын тұрады. Бірақ қияметтің ауырлығы қандай? Ол күні әркім тек қана өзін ойлап қалатын күн. Сол күннің патшасы Алла субханала тағала. Сондай ауыр күннің патшасы. Қорқу деген сезім бізде пайда болу керек. Яғни біз жүрегімізде Алланың біздің жалғыз Раббымыз екенін, Рахман Рахим екенін, қиямет күннің патшасы екенін барлығын қайтадан жаңалап жүрегімізге бекіткен кезде, онда жалғыз Алладан басқа ешкім құлшылыққа лайық емес. Біз соны сезінуіміз керек, және тілімізбен ияка нағбуду ва ияка настаин, біз саған ғана құлшылық етеміз, сенен ғана көмек сұраймыз деп, соны тілімізбен растауымыз керек. Себебі шынында да әлемнің Раббысы Алла болатын болса, Рахман Рахим болатын болса, қиямет күннің патшасы болатын болса, онда неге біз жалғыз Аллаға құлшылық етпейміз? Неге жалғыз Алладан жәрдем тілемейміз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады: "Инна лиллахи тис'атан ва тис'ина асма". Алла субханала тағаланың 99 есімі бар деді. "Ман ахсаха дахалал жанна". Кім оны санаса, жәннатқа кірді деді. Санаса деген кезде ғұламаларымыз, яғни соны біліп, түсініп, сонымен амал етсе деді. Енді Малик, Алла субханала тағаланың бір есімі патша, Малик яумиддин дегенде. Патша деген не? Бір үлкен ғұлама кісі өзінің тәубе етуіне себепші болған бір оқиғаны айтады. Сонда бір қуаңшылық, ашаршылық заманда дейді, адамдардың бәрі қайғырып жүрген кезде бір жігітті көреді, мәз болып жүрген. Бұл да қайғырып жүрген болады. Әлгі жігіттен сұрайды: "Неге мәз болып жүрсің?" дейді. "Ашаршылық болып жатыр, қуаңшылық болып жатыр" десе, "Мен несінен қорқам? Ашаршылық, қуаңшылық. Ана жақта қожайынымның бір скелет астығы тұр" дейді. "Сусын да жетеді, бәрін жинап қойған, мен несінен қорқам" дейді. Сонда өзіме ой келді дейді. Бұл дүниедегі қожайынның қолындағы астығымен сонша мәз болып жүр дейді. Соған сеніп қайғырмай жүр дейді. Ал біздің Раббымыз Алла субханала тағала Малик, патша. Неге біз онда алаңдаймыз, неге біз қорқамыз деп, менің тәубеме келуіме сол нәрсе себепші болды деді. Малик деген мүліктің иесі деген сөз. Егер біз қолымыздағы нәрсеге, Алланың алдындағы нәрседен гөрі көбірек иман келтіретін болсақ, сенетін болсақ, онда біз Алла субханала тағаланы Малик ретінде қабылдамағанымыз. Бәни Исраил қауымы. Алла субханала тағала оларға сондай бір рызық жеткізіп қойды. Құранда келеді: "Әл-манна ва сәлуа". Манна сәлуа деген. Оны егудің қажеті жоқ, терудің қажеті жоқ, жинаудың, пісірудің қажеті жоқ, дайын тағам еді. Бірақ олар рызық Алланың қолында деген нәрсеге иман келтірмеді. Айтты: "Ол бүгін бар, ертең жоқ, қайдан білеміз" деді. Одан да біз картошка егейік, пияз егейік, шнок егейік. Сол нәрсені өздері ұсынды. Алла субханала тағала ризқынан гөрі өзінің қорасында тұрған нәрсеге ол көбірек сенеді. Мынау қорамда тұр ғой деген сезім. Яғни бізде егер қолымызда тұрған нәрсеге деген сеніміміз Алланың рызық беруші деген Малик екеніне сенімнен артық болатын болса, онда бұл да кемшілік. Яғни біз Алла субханала тағаланың есімдеріне толық иман келтіре алмағанымызда, оны жүрегімізбен сезіне алмағанымыз болады. Ондай кезде біз жәрдем тек қана Алладан сұрап, Алладан күтпейміз. Адамдарға жалтақтаймыз. Рызық адамдардың қолында деп білеміз. Сол үшін екіжүзділікке барамыз. Ал шынайы иман келтірген адам, барлық жақсылық Алладан, барлық жамандық Алладан екенін білген адам, жәрдем беруге лайық тек қана өзі екенін білген адам, ияка нағбуду ва ияка настаинді шынымен жүрегімен айтқан адам ол нәрсені істемейді. Ал енді жалғыз жаратушы Алла субханала тағала екенін білсек, ибадатқа лайық тек қана Алла екенін білсек, жәрдем сұрауға тек қана лайық Алла екенін білсек, онда Алладан сұрайық. Алладан не нәрсені сұраймыз? Не маңызды? Байлық маңызды ма? Бала шаға маңызды ма? Дүние маңызды ма? Не маңызды? Али радиаллаху анху айтады: "Ал-ғина вал-фақр ба'да ал-арди ала Аллах". Шынайы байлық, шынайы кедейлік
ертең Алланың алдындағы есеп хисаптан кейін дейді. Яғни есептесіп болып, жаннатқа, тозаққа кірген кезде шынайы байлық, шынайы кедейлік осы жерде дейді. Ал бұл дүниедегі байлық, кедейлік шынайы байлық емес. Шынайы байлық, шынайы жеңіс. Алла субхана тағала Құранда айтқандай: "Фаман зухзиха анин нари ва удхилал джанната фақад фаз." Кім тозақтан ұзақтатылып, жаннатқа кіргізілсе, міне осы адам құтылды деді. Осы адам жеңіске жетті деді. Шынайы бай деп жаннатқа кірген адамды айта аламыз. Шынайы кедей деп тозаққа түскен адамды айта аламыз. Ал-ғина вал-фақр ба'дал абд ала-Аллах. Шынайы кедейлік, шынайы байлық ертең Алланың алдында барғаннан кейін, есеп хисаптан кейін болады. Ал онда біз не сұрауымыз керек Алла субхана тағаладан? Құранда Алла субхана тағала бізге оны өзі үйретіп тұр. Ихдина сиратал мустақим. Ей Раббым, бізді тура жолға бастай көр. Бізді жаннатқа жеткізетін жолға бастай көр. Бізді жаннатқа кіргізетін жолға бастай көр. Себебі шынайы бақыт, шынайы байлық, шынайы қуаныш сол жақта. Ихдина сиратал мустақим. Бізді тура жолға бастай көр. Бұдан артық дұға жоқ. Бұдан артық сұрау жоқ. Ол қандай жол? Сиратал лазина ан'амта алейхим. Сен нығметке бөлегендердің жолы дейді Алла субхана тағала. Басқа аятта олардың кім екендігін Алла субхана тағала айтып кетеді. Улайка аллазина ан'ама Аллаху алейхим минан набийин вас-сиддиқин ваш-шухада вас-салихин ва хасуна улайка рафиқа. Міне осылар Алла субхана тағаланың нығметіне бөленгендер дейді. Олар пайғамбарлар, шыншылдар, шахидтер және ізгілер. Біз Алла субхана тағаладан бізді нығметіңе бөленгендердің жолына бастай көр дегенде, яғни бізді пайғамбарлардың, шыншылдардың, шахидтердің, ізгілердің жолына бастай көр. Солардың артынан еруді нәсіп ете көр. Солармен бірге болуды, солармен бірге тірілуді, жәннатта солармен бірге болуды бізге нәсіп ете көр деп Алла субхана тағаладан сұраймыз. Және екінші жақ, яғни Алланың ашуына ұшыраған, Алланың қаһарына ұшыраған адасқандардың жолынан сақтай көр дейміз. Олар яһуди, насранилар және солардың артынан ергендер. Сақтай көр деп айтқаннан кейін сонымен бірге әрекет болуы керек. Бірақ бізде өкінішке орай күнде бірнеше мәрте бізді яһуди, насранилардың жолынан сақтай көр, олардың қатарынан қыла көрме деп Алладан сұраймыз. Бірақ іс-әрекетімізде солардың артынан еріп бара жатырмыз. Солардың әдет-ғұрпында қабылдап жатырық, мәдениетінде қабылдап жатырық, мерекелерінде қабылдап жатырық, жүріс-тұрысында қабылдап жатырық, барлық нәрсесін қабылдап жатырық. Ал біздің олардың артынан еруіміз дұғамызға сәйкес келмейді. Және біз ең маңызды болған тілекті Алла субхана тағаладан тілегеннен кейін артынша әмин, яғни ей Раббым, осы дұғаларымды қабыл ете көр деп Алла субхана тағаладан сұраймыз. Бұдан кейінгісін иншалла ендігі дәрсімізде жалғастырармыз. Алла субхана тағала бәрімізге хушуақпен намаз оқуды нәсіп етсін. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу